Бүгін ұлтымыздың рухани аспанында тағы бір жарық жолды шарқыраған күн. Бүгін ұлы ойшыл Шәкәрім Құдайбердіұлының сөзімен сырласар сәт. Шәкәрім атындағы нөмір 56 мектеп лицейінде Шәкәрім оқулары атты әдеби сөз өнерінің үлкен байқауы өтуде. Абай жолын жалғаған Шәкәрім бізге адалдықты, шындықты мұрат етті. Таза жүрек, терең ой, адал еңбек деген Шәкәрім үні бүгінде әр жүректе жаңғырады. Біз оның сөзінен тағылым алып, рухынан қуат табамыз. Шәкәрім рухына бас иіп, шындық пен парасатқа тағы бір қадам жақындадық десек те болады. Ендеше, қош келдіңіздер. Бәйгеміз сөз өнерінің алды, тіл шеберлігінің айнасы болып жүрген әртүрлі 5 мектептен келген оқушылар арасында жүреді. Біздің басты қонақтарымыздың бірі. Сатылай кешенді оқыту технологиясының авторы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор әдіскер ұстаз Оразақынова Нұрша Алжанбайқызы. Өзім үшін емес, елім үшін еңбек еттім деген Шәкәрім сөзі бүгінгі жас буынның жүрегінде жаңғырып тұр. Оқушыларымыз ақынның асыл сөзін жүрекпен қабылдап, рухтың үніне айналдырып отыр. Әр өлең жолынан адалдықтың үні, әр ойынан адамгершіліктің самалы еседі. Өміріңді сарқын білгеніңше, роботап, жол көрсет, келешек қамысын. Қайтадан қайырылып, қауымға келмейсің. Бүгін оқушылар міне сайыста сіздің сатылы кешенді білім беру технологияңызбен жұмыс жасап жатыр. Қалай көңіліңіз толып отыр ма соған? Енді бұл технологияның өмірге келгенде 31 жылдан асып бара жатыр. Бұл мектеп үшін жаңа шығар, бірақ жалпы республикамыз, сосын Монғолия, Қырғызстан үшін бұл жаңалық емес. Бұл технология өрістеп келе жатыр. Соған енді Ақманат апайларыңыздың үнін қосып отырғанына қуанып отырмыз. Өйткені әлі де бұған болса түсіністікпен қарау өте аз, Астана қаласында әсіресе. Себебі бұл тек қана өлеңді жаттатып қою емес, осы арқылы тәрбиелеу. Қазір баланы тәрбиелейміз дейміз, ұлттық құндылық. Ұлттық құндылық Абай мен Шәкәрімнің өлеңдерінде тұнып тұр. Егер осы өлеңді оқып бойларына сіңіретін болса, онда ол басқа жақтан тәрбиені іздеудің қажеті жоқ. Біз жалпы еліктеуші халықпыз ғой. Шетелден келген дүниеге еліктеп, қазір көп тәрбиеде біз олқылықтар жіберіп алдық. Ал оның орнын толтыру, білмеймін ол қашан болатынын. Сондықтан Ақманат апайларыңыз керемет бір үлкен бастаманы бастап отыр. Бұл енді Шәкәрім мектебі болғаннан кейін 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін барлық бала Шәкәрімнің өлеңдерін жатқа білу керек. Бұндай бізде тәжірибе бар. Алматы облысында білесіздер, Мұқағали Мақатаевтың туған жері Қарасазда 6 жастағы баладан 60 жасқа дейін қариялар кез келген жерде, көшеде ма, басқа жерде ма, отырыста ма, Мұқағалидың өлеңдерін бәрін жатқа біледі. Сондықтан ол мектептің атын тек беріп отырған жоқ. Сол Шәкәрімді өлеңдерін жаттап, сол арқылы тәрбие алып, соны бойларына сіңіріп, сөздік қорларын байытып, болашақта өздерінің қай салаға болса да пікірлерін қағазға қарап емес, өз беттерінше айтып жеткізу. Бұның бәрі бір күнде болатын нәрсе емес, бірақ соған қарамастан бұл мектептің тағы бір ерекшелік қосып отырған, біз бұрын қазақ тілді үш тілде талдайтын болсақ, енді әдебиетті де үш тілде талдауға болатындығын көрсетіп отыр. Бұл мектептің өзіндік ерекшелігі, Ақманаттың ізденісі деп ойлаймыз. Енді Ақманатты мен бүгін ғана білмеймін, біз анау университеттен бері әріптеспіз. Абай атындағы университеттің өзінде студенттерге осы технологиямен білім беретін, өлеңдерін талдататын, прозасын талдататын, сөйтіп біздің балаларымыз мектепке барғанда өзі керемет әдебиет пен тілдің мықты маманы болып барады. Сондықтан да сәттілік тілеймін. Рахмет үлкен. Осы Шәкәрімнің мұрасы оқушылардан көріп отырсыз ба? Қалай дәріптелу керек жалпы? Енді өзіміз Шәкәрім атындағы мектеп болғандықтан, енді бұл идеяның барлығы Шәкәрімнің шығармаларын, Шәкәрімнің шығармашылығын дәріптеу, бұл идея бізде шу керек. Бұл мектеп
сол шәкәрім ордасы. Шәкәрімді елге паш ететін бір орталық болуымыз керек. Сондықтан енді жаңа бұл бастама деп жатырмыз. Шәкәрім оқулары міне бір 5 мектептің арасында өтіп жатыр. Келесі жылы бұны қала көлеміне енді бұйыртса мектебіміздің 20 жылдығына орай бұл үлкен республикалық көлеміндегі бір шара болу керек. Мен ойлаймын, енді негізі шәкәрім Абайдың көлеңкесінде қалып қоймау керек. Өйткені шәкәрім өзі бір тұлға. Шәкәрімнің өзіндік, әрине біз оны Абаймен теңестіре алмаймыз, бірақ Абайдан кем түспеу керек. Өйткені шәкәрімнің өзіндік бір шығармашылық байлығы бар. Ал енді сол байлықты насихаттау, үйрету, жеткізу бұл біз мектебіміздің миссиясы болу керек деп ойлаймын мен. Жауабыңызға үлкен рахмет, апай. Шәкәрім тек ойшыл ғана емес, ұлт ұстазы ғой. Сол осындай жарыстардың Шәкәрім Құдайбердіұлының танымда рөлі қандай деп ойлайсыз? Иә, дұрыс айтасыз. Шәкәрім жалғыз ойшыл ғана емес, ұлттың ұстазы. Ол тек өз заманының ғана ұрпағын емес, өз заманындағы жастардың емес, бүгінгі ұрпақты да тәрбиелеп кетті деп айтуға болады. Ол өзінің ойымен Абаймен сабақтастығын, өз ойының қаншалық Абаймен тұтасып жатқандығын бізге өте керемет жеткізе білді. Тек өлең жолдарымен ғана емес, оның өзінің зерттеу шығармаларында философиялық ойларды көреміз. Осы жағынан ол бізді жастарды ғана емес, үлкендерімізді ұлтты тәрбиелейтін ең көрнекті ұстаздың бірі деп атауға болады. Жауабыңызға рахмет. Бүгінгі сайыста сәттілік тілейміз. Шәкәрім атамыз ақылды сақта, арды сақта, сонда ел аман болар деген екен. Біз сол аманатқа адал болып, әр қадамымызды парасатпен басуымыз керек. Бүгін жүректерге үміт себілген күн. Бүгін баба сөзі қайта жаңғырып, ұрпақтың рухын тербеткен күн. Шәкәрімнің шамшырағы бізге әрдайым жол сілтесін.